Құрметті тәрбиешілер, міне қараңыздар, Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 2022 жылғы 14 қазанындағы 422 бұйрығына қосымша, яғни бұрынғы 499 ғой. Бұл енді қараңыздар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы дейтін не? Енді осы бағдарламаны ашып отыратын болсақ, міне мен асықпай түсірейінші, өйткені сұрап отырғандар көп екен. Міне мектеп алды топ, мектептегі лицейдағы, гимназиядағы мектеп алды сыныбы 5 жасар, яғни 5 жасар балалардың несі бағдарламасы. Енді ол өздеріңіз білесіздер, 5 дағды бойынша физикалық қасиеттерді дамыту, одан кейін коммуникативтік дағдыларды дамыту, коммуникативтік дағдыларды дамыту өздеріңіз білесіздер, 4-ке бөлінеді. Міне сөйлеуді дамыту, көркем әдебиет, сауаттық үшін негіздер, қазақ тілі. Қазақ тілі міне 2 сағат деп белгіленіп тұр, негізі мен жазып қойғам, негізі үлгілік оқу жоспарында 2 сағат деп белгіленіп тұр аптасына. Енді осы 2 сағатты оқытатын бағдарламасы бар. Міне мынау күтілетін нәтижесі. Енді міне жаңағы тілдік дамытушы орта, ауызекі сөйлеу, аңдар, құстар, мал өсімдері дейді, міне жерде көріп тұрсыздар. Міне әріптер, қазақ тіліне тән дейді, сөздік қор дейді. Міне осы жерде міне көріп тұрсыздар. Мен қазір осы әге байланысты айтайықшы. Міне әдік, одан кейін қауіпсіздік, одан кейін мына жерде осымен бірге сөздік қор минимум бар. Сөздік қор минимум, міне сөздік қор минимумды бұл жерде қазір таба алсақ, азық-түлік дейді. Міне ыдыстар дейді, кесе, тәрелке, қасық, шанышқы, пышақ, шайнек дейді. Енді осы мен бір тақырып қана тоқталайын қазір. Міне бағдарламада бар екенін көрдік. Бір тақырып, міне біз шайнекті алып тұрмыз. Шайнекте міне көріп тұрсыздар, жоғары жағында міне жазу процесі тұр. Тік сызықтарды қойып отырмыз, әдейі басқа сызықтар. Мына жерде тік сызық жоқ. Мына жерде міне қоршаған ортамен танысу, мына жерде жалпы қоршаған ортамен танысу, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, мына жерде шығармашылық. Енді осы кітапшамен жұмыс жасау бағытын біз сіздерге мына жерден арнайы педагогтар үшін ұйымдастырылған іс-әрекетті дайындап қойып тұрмыз. Міне көріп тұрсыздар, міне коммуникативтік дағдыларды дамыту бөлімі қазақ тілі, тақырыбы шайнек. Міне тілдік және артикуляциялық дыбысын табу, одан кейін жерде көрініп тұр. Міне тәрелке, қасық, шанышқы, пышақ, шайнек дейді. Яғни осы нәрселерді табу, осы нәрселерді үйрену. Мына жерде міне көріп тұрсыздар, педагог қалай мақсат қояды, міне көріп тұрсыздар. Одан кейін қандай пәндермен кіріктіреді, көріп тұрсыздар. Одан кейін міне басында мына жерде сәлемдесуден басталады. Сұрақтан бастапты. Шайнектен неге бос шығады деп балаларға жалпы сұрақ қойып жатыр. Суретті көрсетеді, міне суретті көрсетіп тұр. Шайнектен неге бос шығады деп басталады. Енді арғарты өріп әкетеді. Мына жерде міне жұмыс жасау тәсілдері көрсетіліп тұр. Міне одан кейін мына жерде міне үй заты, оюға байланысты жұмыс жасау, дыбысына байланысты жұмыс жасау, кітапшамен жұмыс жасау. Мына жерде міне кітапшамен жұмыс жасау. Одан кейін мына бояту, мына жерде міне одан кейін барып міне бағалау процесі. Осының барлығы міне мына жерден бастап міне бір шайнекпен жұмыс жасау үлгілік ұйымдастырылған іс-әрекеті. Мына бір тақырыптың. Осы сияқты міне 72 тақырыпқа осындай мынаның ішінде міне көріп тұрсыздар, жаңылтпаштарда тұр, шағын тақпақта тұр. Міне шағын тақпақ деп тұр. Жаңылтпаш, мақал мәтелдер де тұрады, ертегілер де тұрады. Яғни осы жерде міне көріп тұрсаңыздар, әр тақырып міне түлкі дейді, түлкіде дыбысын ажырату дейді. Содан кейін
таныс немесе бейтаныс ертегілерді, ертегі бар мына жерде міне. Ертегіге кейіпкер келтіру. Бұғы дейді, оғы дыбыстары дейді міне. Бұл жерде ертегінің талдауы, мына жерде сілтемесі мультфильміне дейін қойылып тұр. Әнұранды қалай өткізеді мысалға. Ешкі тақырыбы дейді міне. Дабысын орнын ажырату, үй жануарларымен таныстыру, төлімен таныстыру, түлкі мен ешкі ертегісін айтып беру. Бір сөз, екі сөз, үш сөздерді құрап міне өзі жазып қойған, дайындап міне. Балаға мына жерден бір сөз, екі сөз, үш сөз дайындап жаздыру деген сияқты. Көгершін дейді. Ө әріпі бар көгершін, әріпі бар, сонда үй құстарымен, дала құстарымен таныстыру мына жерде. Мынаның бәрі бағдарламадан алынған ғой. Осы сияқты міне жаңағы біз айтқандай 2 сағат, аптасына 2 сағат болатын болса, сол аптасына 2 сағатымыз 72 сағат деп есептеледі бір жылда. Сол 72 сағатқа арналған міне осындай бірінші бөлімі міне қысқа дейін, январдан бастап міне екінші бөлімі. Сонымен қоса міне енді бұл жерде сараптама орталығының да арнайы рұқсат берілген міне білім беру ұйымдарына пайдалануға ұсынылады. Міне мөрі бар арнайы. Міне қарасаңыздар. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі дейді. Яғни оқу ағарту министрлігінің сараптама орталығы да пайдалануға ұсынылады. Міне несінде мектеп топтарына арналған дейді. Әдістемелік құрал. Одан кейін міне 5 жасар балаларға арналған дамытушы материал дейді. Бұны да ұсынып тұр міне. Екеуі де міне қазақ тілі бірінші бөлім, екінші бөлім. Мына жерде міне көріп тұрсаңыздар. Қазақ тілі ұйымдастырылған іс-әрекеттер жиынтығы электронды форматта беріледі. Мынау қағаз түрінде балаларға беріледі. Сонда мынау дидактикалық материал болып есептеледі. Мынау жаңағы өзіңіздің жұмыс жасау материалыңыз болып есептеледі. Оның электронды түрі беріледі. Жалпы міне осындай.